Қазақ елі таза беспредел болып жатыр ғой. Қазақтың сағын сындырып жатыр ғой. Өткенде ғана Әділетханды алды да жауып тастады. Кеше Мейірман Шекеев ағамыз 174-ші бап ұлттық алауыздықты қоздыру туралы Қазақ елі таза беспредел болып жатыр ғой. Қазақтың сағын сындырып жатыр ғой. Өткенде ғана Әділетханды алды да жауып тастады. Кеше Мейірман Шекеев ағамыз 174-ші бап ұлттық алауыздықты қоздыру туралы қылмыстық істің ашылып тұрғанын мәлімдеме жасап жатыр. Ана бейне жазбалардың бәрін қарайтын болсақ, ол жақта адамдардың өздері Мейірман ағаға жүгінген болатын. Сондықтан мен бұл жақта қылмыстық құрамын көріп та тұрған жоқпын. Бұл жақта құрамы жоқ. Заңгерлердің бәрін қатарынан қамауға алып, барлығына осы Инстаграм желісі болсын, әлеуметтік желіні жүргізе беруге бәріне тыйым салып тастайтын болса, бірінің артынан бірін барлығын түрмеге қамай беретін болса, мына таза сұмдық қой, не боламыз біз? Барлығымыз Мейірман ағаны қолдайық. Ол ұлттың жанашыры. Президенттен барлығымыз жаппай көмек сұрайық. Президентті белгілеп кетейік ағайын. Ал егер бар десе, елім үшін басымды тәуекел еткен мені соттап жібермекте. Біздің билік шашал десе басалар. Біздің елде құнды болды қашанар. Мейірмандай ағаларға іс қозғап, мінберіңе мінгері тұр ашалар. Біздің елде шындық айтсаң соттайды. Көкейімде шер наламен көп қайғы. Ұлтым деген ұлдарыңды қамайтын бұл бассыздық қай кездерде тоқтайды. Тілімді де, дінімді де таптады. Жемқорларды абақтыға жаппады. Бодандықтан босаған мен біздің ел азаттықтың атпады әлі ақтаңа. Біз қазақпыз, бір Аллаға сыйынған. Атқа қонсақ жүйрік желмен құйыннан. Тірі болып ұлтқа қызмет қылатын ортамызда жүру керек. Мейірман. Орыс тілі қазақ тілімен ресми түрде тең қолданылады дейді. Осыны бұрмалап алған ресми тіл деп. Ол дұрыс емес. Ол тек қазақ тілінің қасында ғана болады деген сөз. А біздің қазір бишаралығымыз, біздің қазақ тіліміз орыс тілінің қасында бола алмай жүр. Армысыздар қазақ елі, барлықтарыңызға біріншіден кешеден бері мен уайымдап алаңдап жекеме былай да қолдау білдіріп жатқаныңызға алғысымды білдіремін. Иә, мен сіздерді алаңдату жасалған жоқпын, шындығын білуіміз керек. Маған қазір жан-жақтан хабарласып жатыр. Шет елден де өзімнің қолдаушыларым, әріптестерім, оңтүстік Кореядан, Египеттен, Түркиядан, Россиядан сұрап жатыр. Я ештеңе болған жоқ. Біз ана тілімізді мемлекеттік тіл деп бекітілген тілімізді қорғаймыз деп осылай істе болып жатырмыз деп айтып жатырмыз. Бұл енді адамның миына сыймайтын нәрсе деп көбісі бас шайқауда. Мен ешқашан заң бұзған жоқпын. Тілім үшін аяғына дейін тұрып беремін. Өйткені мемлекеттік тіл қазақ тілі. Және сіздерден де осы бейне жазбаның астына ұлтаразды пікірлер жазбауды сұраймын. Қамап тастаса да менің артымда мыңдаған Мейірман бар екеніне көз жетіп жатыр. Барашам күні-түні бақылауда. Менің білуімше ұжылар жатыр. Иә, Қайт мырза мені әлі көрмеген сияқты. Бірақ соның қасында да көрді. Бір жауап олар. Еститін мемлекет өз дәлелін береді деп ойлайды. Бұл жерде тағы бір айтып кететін, бір қызығы. Аузына объект кіріп көгіп шығып жатқан адамдарға ешқандай іс бұзылмады. Әйтпесе мынау Біз бұл билікті ауыстырамыз әлі, ona билік ұнамайды. одан кейін мынау шаханқы 90 жылға тиіскен мынау Какого-то даже его имя страшно произносить, этого ревизиониста, который оправдал бандитов Желтоксана. Қайтыс болса не болып кеткен? Дүние құлап қаппа, жер шары тоқтап қаппа. Бір ақын өлді болды, арсыз советтің депутаты. барлығына қатысты мен арыз түсірдім. Бірде біреуіне іс қозғалған жоқ. Ал маған Қазақстан мемлекетінің тілін қорғаушылар ақынға тырнақтың астына кір іздеп іс қозғады. Енді қорытындыны өздеріңіз жасаңыздар. Мейірман деген заңгеріміз уже сотымыз 12-де біткен еді, уже 1 сағат 2 сағаттың ішіне шығарып қойыпты уже Инстаграмда стористі. Доктордың жағдайы қиын болып кетті, анау мынау деп. Сен Мейірман омен мақтанғанынан бар ғой, өзің уровеньді көрсетіп тұрсың ғой, еще куда-то прыгаешь. Мен қазір құрылыста жүрем, қолым бос кезде таксовать етем, яғни құрылысшы и таксист, екі жұмыс істеп жүрмін. Құдайға шүкір, адал еңбекпен ақша тауып жүрміз. Соны мені жеңіп атырым деп қуанғаның бар ғой, еще раз айтам, сенің уровень көрсетіп тұр да. Әлі өміріңде талай айыпталушы болып, әлі талай рет тартыласың сотқа, мен саған гарантия берем. Сол кезде
таған профессиональный адвокаттар, заңгерлер сенімен сол жерде таласады, айтысады, соларға күшіңді көрсет, соларды жеңіп мақтанда пәлен мынандай танымалы адвокатты жеңдім деп та. Ал мен емес, мен өзімен кеше сотта, бүгін сотта да тіріліп кеттің ғой, тіріліп. Кеше вообще троить етіп сөйлей алмай қалдың ғой. Сол неге түсіріп алу керек еді, түсіріп көрсететіндей да. Кәдімгі дыңғыр қалдың ғой кешегі судья саған наезд тастап атқан кезде. Тағы да не айтамыз? А так, талай жерде потерпевший болып жүрсің ғой, мейірман, сонымен мақтанып жүрсің, анаң үстіне арыз жаздым, маған бір комментарийға саған сенің үстіне бір комментарийға арыз жазамын деп. Мықтысың ғой негізі, бірақ мықтылығын көрсетем десең, сол айтып отырмын ғой, профессиональный адвокаттарға көрсет, и вообще жігіт болсаң негізі да, екеуміз анау баяғыда кімді шақырған еді ғой, Ахмадиевті, Әлғожа, тура мен сені сөйтіп шақырам, бір клеткаға кіріп, сол жерде шешейік осы вопросты. Ешқандай парыз, заявленияларсыз жігіттер сияқты. Маған конкретно айтарың бар болса, бағана жіберіп атсың ғой, аяқ жағында сөйлескенімізді кесіп, только өзіңе дұрыс жерлерін кесіп, өзің қалай көзіңді бүйтіп аспанға қарап сөйлей алмай қалғанын түсірмейсің, көрсетпейсің халыққа, иә. Қызарып, теріліп кеткенін көрсетпейсің. Только сондайда мына кесіп, сондайға мықтысыңдар ғой сендер негізі, да. Так что сол официально шақырып жатыр сені. Любой клеткаға бірге екеуміз еркектер сияқты. А так, сол әлі талай соттар болады. Кстати, Қаржаубай жайлы да айтады. Сен кеш келдің, мейірман. Сол қалай басталғанын білмейсің сен. Мен ешкімге бірінші тиіскен жоқпын, шет жағасын ғана айтып жүрген едім. Маған бірінші шабуыл жасау бастады. Именно мынау сенің подзащитный Бақыт Римовалар. Олаған талай рет айтылған, тоқтатыңдар деп. Айтпесе менде біраз ақпараттар бар, мен ұстап отқан. Қаржаубай жайлы оны шығармай ақ қояйық, бірақ сендер маған үйтіп істей берсеңдер, тиісе берсеңдер, мен шығарам, позорын шығарам деп, талай нәрселер көрсетем деп та. Конкретно ақиқат нәрселер, тексерілген нәрселер мен көпшілікке көрсетем. Тиісе бермеңдер, маған тыныштық беріңдер деп талай рет айтқан. Қолыңнан не келеді деп қайта атака істей берді. Сонымен бір шығардым, екі шығардым видеоларды. Қойыңдар дедім. Сен қазір айтып жатсың, Қаржаубай там депрессияда отыр деп. Мынау Реймова Бақытқа рахмет айтсын. Талай куәгерлер бар, постоянно көріп жүргендерін, болмаса басқа адамдардың сұра, қазір астына комментарийде де жазатын шығар. Бұл историяны басынан көріп жүргендер саған дәлдеп береді, мейірман. Мен қойыңдар, давай, не етейік дедім. Мен қажет жоқ ол жайлы айтып, и так баласы қайтыс болды оны. Бірақ мен де бір не емеспін, какой-то груша емеспін, мен тепкілей беретін, ұра беретін, мен қарғай беретін, боқтай беретін. Мен де защищаться етім, мен де ответка жасай аламын, қолымнан келеді деп айттым оларға. Так что сондай, бұның бәрі ответка болды. Маған бірінші тиіскеннен кейін мен де соны істедім. Әңгіме сол. А так, сендерден ешкім қорықпайды. Маған бір 20 сутка болмаса 1 жыл, 2 жылда маған проблема емес. Құдайға шүкір жігітпіз. Ондай нәрсе басымыздан өткенде бізге там ауырлық тағылмайды оны. Білген істеңдер. Бізде задне жоқ. Мен өзім пікірімді айтқам, қазір и болашақта да айтам. Сендерден ешкім қорқып атқан жоқ. Мен өзім позициямнан таймаймын. Мынау потерпевший Қаржаубайдың семьясына біраз қателіктер, кінәлар бар деп ойлаймын. Сол кінәларды айтып, ертең сотта қалай болып жатқанын мен айтып жүре берем. Құдай қаласа, Құдай күш-қуат берсін, оның бәрін істейміз. Сол, а так, давай, клеткаға барам десең, в любой момент даймын.